Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге апельсиннің пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Апельсин диаметрі 5-10 сантиметрлік дөңгелек пішінді цитрус жеміс. Оның қызғылт сары түсті қабығы мен етті мәйегі және сүйегі бар. Ал дәмі сұрыбына байланысты және тәттіден ащыға дейін өзгереді. Сондай-ақ тәтті және ащы апельсин болады. Ең көп таралған түрі тәтті апельсиндер. Олар тағам дайындауда, медицинада және косметологияда қолданылады. Ащы апельсиндер тәттілер мен ликерлерге дәм мен хош иіс береді. Апельсинді жылдың кез келген мерзімінде таба аламыз. Олар тасымалдауға шыдамды және ұзақ уақыт күтпеген жағдайда сақтала береді. Апельсиннің ең ірі жеткізушілері Үндістан, Испания, Мексика, Бразилия, Қытай, Израиль және ақш. Апельсиннің құрамы. Апельсиннің құрамында С 118%, В9 8%, В1 7%, В6 5%, А 5%, кальций 7%, калий 6%, темір 4%, магний 3%, мыс 3%. Ал 100 грамм апельсинде 54 калория бар. Апельсинді бөлек және салаттардың құрамына қосып қолдануға болады. Оларды ет тағамдарына ерекше дәм беру үшін қосады. Сондай-ақ апельсиннен шырындар мен мармелад және косметикалық маскалар жасайды. Апельсиннің құрамындағы кальций сүйек тінінің негізі болып табылады. Ал апельсинді үнемі тұтыну арқылы сүйектерді қатайтуға болады. Сонымен бірге апельсин ревматоидты артрит пен атеросклероздың дамуына жол бермейді. Апельсин холестерин деңгейін төмендетеді және қан тамырларында холестерин түйіншектерінің пайда болуына жол бермейді. С дәрумені еркін радикалдардың зақымдалуының алдын алады. Ол жүрек ұстамасынан қорғайды. Апельсин мәйегіндегі флавоноидтер қандандыруды қалыпқа келтіре және кетудің алдын ала отырып, жүректің ишемиялық ауруының тәуекелін төмендетеді. Бұдан басқа апельсин жеу ағзадағы калий мен натрийдің балансын қалыпқа келтіреді. Ал бұл баланс бұзылса, жүрек ауруларына шалдығу қаупі бар. Апельсиндегі фолий қышқылы ересектер мен балаларда неврологиялық бұзылулардың пайда болуына жол бермейді. В9 дәрумені жатады. Концентрация мен көңіл бөлуді дамытады. Сондай-ақ апельсиннің көмегімен көңіл күйді жақсартуға болады. Флавоноидтер серотониннің, яғни бақыт гормонының өндірілуіне көмектеседі. Бұл өзіңізді көбірек сенімді сезінуге және стрессті жақсы өткеруге мүмкіндік береді. Апельсин жеу көзді макулярлы деградациядан, катарактілерден және көру қабілетінің бұзылуынан, оның ішінде жасқа байланысты көру қабілетінің нашарлауынан қорғайды. Мұнда А витамині көз қабығының саулығын қолдап, көзге жарықтарды сіңіруге көмектеседі және көз мембранасын қорғайды. Апельсин С дәруменің арқасында шырышты қабықтың зақымдалуымен бірге жүретін респираторлық ауруларымен күреседі. Оның көмегімен қақырық шығару арқылы өкпені тазартуға болады.